Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ тілі сабағынан 2003 жылғы тест кітапшаның 9-шы нұсқасын талдайтын боламыз. Біздің YouTube арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бірінші сұрақ. География ғылымдарының терминдері дейді. Бейнелеуіш, етіс, квадрат, теңеу, құрлық, тібек, өтеу, символ, бөлшектің алымы, теңеу. Бұл арадағы дұрыс жауабы құрлық және тібек болады. География. Екінші сұрақ. Етістіктің нақ осы шақ түрін көрсетіңіз дейді. Келіп еді, айтқан болатын, оқып отыр, ойнап кетер, білмек болды. Ойнап кетер. Оқып отыр деген жауап болады. Дұрысы. Келесі. Жалғау арқылы байланысты табыңыз дейді. Батыр жігіт, қалың орман, үйге кіргізу, бірте-бірте түсіну, ұсақ, жәндік. Бұл арадағы жалғау арқылы байланысқан сөз үйге кіргізу деген жауап. Соң жылауы қатысуы арқылы қандай құрмалас жасап аламыз дейді. Қарсылықты сабақтас, шартты бағынақылы сабақтас, себеп салдар сабақтас, ыңғайлас саллас, кезектес саллас. Соң арқылы себеп салдар. Келесі. Дыбыс саны мен әріп санында айырмашылығы бар сөз көрсетіңіз, белгілеңіз. Кузбасс, Астана, Донбасс, Тараз, съезд. Съезд деген болады. Дұрыс тасымалданған сөзді көрсетіңіз. Жүрек, атау, бауыр, өзара, жүдеу, жүрек. Мақсат, пысықтауышты табыңыз. Құтылып кетті, күлдіру үшін айтып отыр. Киноға дейін талай уақыт бар. Шалқасынан жатыр, ішек сілесі қата, күлді. Күлдіру үшін айтып отыр. 8-ші сұрақ. Жайылма селемді табыңыз. Асқар инженер, зор денелі адам үйге алдымен кірді. Мен кетіп қалдым. Құлпырып тұрған дала, бала, болашақ. Бұл арадағы жайылма селем, зор денелі адам үйге алдымен кірді. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Жан сәуле, жүрегімнен түгөр, 15 жас, көмек ету, халық мақала. Жүрегінің түгі бар. Тұрақты сөз тіркесі. Қойылмаған тыныс белгісі. Алынған заттар орындық, тақта, стол, сынып бөлмесіне сән бергендей. Нүкте, нүктелі өтір, қос нүкте, көп нүкте. Сызықша дейді. Бұл арадағы дұрыс қойылатын тыныс белгі әрине қос нүкте болады. Келесі сұрақ. Септілік шылаулар қатары. Я, яки, кейде, ах, ай, кейін, соң, және әрі, ме. Бұл арадағы септілік шылау кейін, соң. Кәсіби сөздер қанша салаға бөлінетінін көрсетіңіз. Кәсіби сөздер бізде 2 салаға бөлінеді. Арақсыз етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөз табыңыз. Арақсыз етіс шабылды. Ол деген жұрнағы арқылы жасалып тұр. Шабылды, арақсыз етіс. Келесі сұрақ. Ойдың иесі болатын сөз. Сараның қалаға барған тура келді, арманы мен үрпек.
Арманым өнер биігінен көріну деген дұрыс жауап болатын сияқты. Қарсылықты бағанға сабақтас құрмалас сөйлемді көрсетіңіз. Қарсылықты: қалаға 10 күн көтерілген соң жетсе де қорқынышы тарай қоймады деген жауап болады қарсылықта. Атау септігінде тұрған сөзді табыңыз. Кітапта бар, кітап алдым, кітап жатыр, кітаптың беті, кітап оқы. Кітап жатыр. Етістікті сөз тіркесін табыңыз. Көкке қарады ұзын бойлы, жылы сөз қаланың іші 10 күн. Етістікті сөз тіркесі. Көкке қарады деген жауап болады. Бізден сұрап тұрғаны етістікті сөз тіркесі. Қазақ халқының жазусына негіз болатын әдеби әліпби қай елдікі, белгілеңіз дейді. Қазақ халқының жазусына негіз болатын әліпби қай елдікі? Араб елінікі. Қай қосымша буын үндестігіне бағынбайды дейді. Мен, бен деген қосымша буын үндестігіне бағынбайды. Буын үндестігіне. Сын есімнің салыстырмалы шырай түрін көрсетіңіз дейді. Сын есімнің салыстырмалы шырай түрі. Салыстырмалы шырай түрі. Бізде ол көбірек. Қандай көбірек? Сөз соңында кездесетін в, г, д әріптеріне бітетін сөздерге қосымшаның жалғану тәртібі. Қатаң дауыстан жалғанса. Қол ұшын беру деген тіркестің түрін ажыратыңыз. Қиысу тұрақты тіркес, күрделі сөз, матасу, жанасу. Қол ұшын беру әрине тұрақты сөз тіркесі. Бітеу буыннан құралған сөйлемді көрсетіңіз. Ауылдағы жағдай қалай? Қызмет, мансап, көп жұрттан қалған. Сатушы мен сату алушы бәсекелес. Тексеріс әлі жүріп жатыр. Ықылас жасынан білімге бейім өсті. Бұл арадағы дұрыс жауапқа біз қызмет, мансап, көп жұрттан қалған деген жауапты аламыз. Қызмет, мансап, көп жұрттан қалған. Құндыз сөзіндегі үндестік орны түбір мен қосымша аралығында, туынды сөзде, біріккен сөзде, сөз тіркесінде, түбір сөздегі буын ішінде. Жауабы түбір сөздегі буын ішінде болады. Қаратпа сөзге тән таныс белгісін қойыңыз. Тоғжан, япырмай жақсы айттыңыз ау. Бұл арадағы дұрыс қойылатын таныс белгі өтір. Бас әріппен жазылмайтын орынды белгілеңіз дейді. Жазылмайтын орын болатын болса, бізде мамандық, кәсіп атаулары болады. Келесі сұрақ: түйе шаруашылығына байланысты кәсіби сөздер. Түйе шаруашылығына байланысты нар, қоспақ, үлпек деген. Нар дегенді біз білеміз. Осы арадағы сөз тұрғандықтан біз ана түйе шаруашылығына байланысты кәсіби сөз деп аламыз. Тасымалданбайтын сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз дейді. Тасымалданбайтын. Мұқаның жасы 45-ге келген аса адам 3 түрлі шөп жинады. Дүниеде түрлі адамдар кездеседі. Жасыңа кәріңе саулық берсін. Қалаға барып ескі достарыңа жалықты. Осы адам 3 түрлі шөп жинады деген сөз тасымалданбайды. Интонация арқылы байланысу тәсілін табыңыз дейді. Бұл арадағы сыңғырлаған күлкі, арпа бидай жиналды, алма кезек дүние, Ахмет инженер, ан су ішу.
Бұл арадағы жауапқа Ахмет инженер дегенді алып көрейік. Интонация арқылы Ахмет инженер. Еркем неғып тұрсың деп қала жаздаған Айбала аузына келіп қалған сөзді ернімен бөгей қойды. Ернімен бөгей қойды. Төлсөз түрі дейді. Бұл арадағы төлсөздің түрі айтуға оқталған сөзі. Себебі бұл арада еркем нағып тұрсың деп қалған аузына келген сөзді ернімен бөгей қойды дейді. Яғни бөгей қойды. Айтуға оқталған сөз, айтайын деген сөзін айта алмай қалған. Жақсы, осымен бүгін біздің 9-шы нұсқа аяқталды. Келесі нұсқаны талдағанша аман сау болыңыздар, каналға жазылып қойыңыздар.